Сәлем достар, сіздермен Екпін интернет журналы және де мен Айжан Кәрібаева. Бүгін біз Алматы жастары өз замандастары туралы не ойлайтынын білу үшін түнгі Алматыға шықтық. Бізден ана жерде такси ұстап тұрған жұбымыз бар екен, солардан сұрақ. Кешіріңіздер, сіздерден бір сұрақ қойға бола ма сіздерге? Қалай ойлайсыздар, қазіргі жастар сіздер үшін, сіздердің ойларыңызша қандай? Сіздердің замандастарыңыз? Мен өз замандастарыма, өз қатарластарыма көңілім толады деп айта алмаймын. Себебі әлеуметтік желілерді алсақ та жастар көп уақытын бос жұмсап жатыр айта аламын. Сондықтан уақытты тиімді пайдаланыңыздар. Қазақ жастары бәрі-бірдей деп айтуға болмайды, оларды әртүрлі топқа бөлуге болады мысалы. Бірақ та бір байқағаным, көбісі алға мақсат қойғыш, бұрынғыдай түнгі клубтарда қаңғып, өздерінің уақыттарын босқа өткізбейді, керісінше өздерінің болашақтарын көбірек ойлайды, және де білімге, ғылымға деген құштарлықтары артып келе жатқан сияқты. Менің айналамдағы жастар сондай. Рахмет. Сіз қалай ойлайсыз, қазіргі жастар, яғни сіздің замандастарыңызға қандай баға берер едіңіз? Олар қандай? Әрине жоғары баға беруге болады, себебі де қазіргі жастар өздерінің творчестволық, өздерінің таланттарын, ойларын, армандарын жүзеге асырып жатыр әртүрлі жолдармен, және ол өздерінің таланттарын, творчестволық қабілеттерін жүзеге асыру үшін көптеген жағдайлар жасалған, және олар барлық мүмкіндігінше барлығын қолданып жатыр. Көп рахмет сізге. Кешіріңіз, сізге бір сұрақ қойса бола ма? Ешкім жоқ. Біз тоңдық. Сізге бір сұрақ қойса бола ма? Айтайын. Қазіргі жастарға, өзіңіздің замандастарыңызға қандай баға берер едіңіз? Қазір жастар жақсы, бірақ та көңілім тоймайтын, салауатты өмірге көп көңіл бөлмейді да, дене шынықтырумен, спортпен айналысса, мемлекет көптеген қаржы бөліп жатыр осыған байланысты. Бірақ та соны жастар дұрыстап қолданса, денсаулығына қараса, жастардың қолында ол болашақ. Ал өзіңіз спортпен айналысасыз ба? Өзіміз арасында айналысып тұрамыз. Рахмет. Біз көрген жастардың ойлары осындай болды, ал ертеңгі шара жастарының қандай болатынын бірге көрейік. Сәлем достар, Екпін интернет журналының оқырмандары. Бүгін біз сіздермен жастар саясаты тұжырымдамасын талқылауға жиналған пікір алмасу алаңына келіп отырмыз. Бұл жерде көптеген белсенді жастар, жас ғалымдар мен журналистер, блогерлер жиналған екен. Сонымен бүгінгі жастар саясатының келбеті қандай екендігін бірге көрейік. Я глубоко в сердце храню свою страну и всеми силами не дам пойти ко дну. Таких, как я, много, посмотри вокруг. Здесь я родился и с пути не сойду. Своим блеском манят другие страны с экранов, но ни одна из них не даст. Жалпы сіздің ойыңызша қазіргі жастардың, қазақ жастарының келбеті қандай? Қандай кемшіліктері бар? Негізі осындай тәуелсіз мемлекетте тұратын қазақ жастарының енді кемшіліктер емес, басым тұстар көбірек деп айту керек. Кемшіліктер ол кез келген ұлтта да болады, кез келген елде де болады, бірақ дегенмен көпшілік тұрғыдан алып қараған кезде біздің қазіргі жастарымыз ең біріншіден белсенді, алғыр деп айтуға болады. Себебі олар ең бірінші басты байлық, олар тәуелсіз мемлекетте өмір сүріп жатыр. Сіз үшін тәуелсіздік деген не? Мен үшін тәуелсіздік ол ең біріншіден осылай сіздің алдыңызда тұрып еркін сұхбат беру. Кез келген сіздің қойған сұрағыңызға еркін тұрғыда, және де біздің ең құнды, ең бай, жаңағындай қолымыздағы бағасы жоқ дүниеміз ол біздің тәуелсіздігіміз. Осы тәуелсіздігіміз арқылы біздің еліміз дамып жатыр. Қазіргі біздің қаншама қандастарымыз елге оралды. Елге оралып, өздерінің білімдерімен осы елді дамытуға, бұның барлығы тәуелсіздіктің арқасында келе жатқан. Сол үшін менің ойымша қазіргі әрбір жас осыны жүрегімен түсінеді, көңілімен сезінеді. Себебі айтып отырмын ғой, бұдан артық бізге байлық жоқ және болмайды тәуелсіздік. Біз жастар болып осы байлығымызды алақанымыздан түсіріп алмауымыз керек бізді.
Рахмет көп. Менің қасымда тұрған Нұрлан Жанай. Нұрлан, сізге қояр сұрағым, сіздің ойыңызша, сіздің көзіңізбен қарасақ, қазақ жастары қазірде қандай? Олардың кемшіліктері қандай? Қазақ жастары менің ойымша белсенді бола бастаған сияқты. Қазіргі 21 ғасыр келгелі бері жалпы айтатыныма ұмтылып жатыр, барынша дамуға тырысып жатыр. Бірақ бұл әлі де біздің деңгейіміздегі мемлекет үшін өте аздық етеді. Меніңше 100% жасалып жатырған қазіргі іс-әрекетім 100% болса, біз одан асырып 150-200%-дай жасайтындай деңгейге жетсек, сонда ғана болашағымыз жарқын болады деп ойлаймын жалпы өзім. Сіз үшін тәуелсіздік дегеніміз не? Тәуелсіздік ол қазақтың басты құндылығы. Егер тәуелсіздік болмағанда сіз бен біз бұл жерде қазақ тілінде сөйлесіп тұрмас едік. Мен үшін тәуелсіздік жеке өзімен бұл ешқандай пафоссыз айтылған үлкен құндылық. Себебі тәуелсіз елдің азаматы ретінде өзіңді сезіну ол үлкен мақтаныш, абырой ғой. Рахмет көбінесе. Бақытжан, сіздің ойыңызша біздің қазіргі жастардың келбеті қандай? Сіздің көзіңіз? Біздің қазіргі жастарымыз біркелкі деп айтуға әлі келе бермейді. Белсенділері бар, белсенді еместері бар. Мына бүгінгі жиынымыз кезінде осы мәселе талқыланған болатын. Ендігі кезекті қадамымыз қандай болу керек? Яғни белсенділердің міндеті, белсенділігі сәл аздау жастарымызды қоғамымыздың дамуына жұмылдыру. Оларды қалай жұмылдыруға болады? Ол біріншіден мемлекеттік саясатымыздың шеңберінде жүзеге асуы мүмкін. Екіншіден жастарымыздың жалпы қандай талғамдар бар, қандай мұқтаждықтар бар, осымен есептесе отырып, оларға жаңа бір бағыттар, жолдар, мүмкіндіктер жасап беру. Сонымен қорытындылай келе достар, бүгін өте қызықты әрі өткір мәселелер талқыланды. Ең бастысы елімізде белсенді жастардың бой көтеріп келе жатқандығы қуантады. Ал Екпін интернет журналы екпінді жастарды көрсетуден жалықпайды. Сонымен сіздермен болған мен Айжан, келесі кездескенше.